Қырқабат жапырағын басыңыз және көз алдыңызда жоқ болып кетеді. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен Дертке шипа арнасы. Видеоны көрместен бұрын біздің арнада 96% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Алдын ала рахмет. Бүгінгі бейнеролик арқылы біз кәдімгі қырқабат жапырағы не істей алатынын сіздермен бөлісеміз. Дүкендерде барлығымыз ерлік таба алатын, бұл қымбат емес және қарапайым көкөністің көптеген ауруларға көмектесетіні және көптеген ауруларды емдей алатыны таң қалдырады. Әрине, егер сіз бір кездері ауруханаларда жатып емделген болсаңыз, кейбір аурулардың алдында тістелген қырқабат жапырақтарын немесе тұтастай басын көрген боларсыз. Кейбір науқастардың көзінше қырқабат бұл таңғаларлық. Дәрігерлер қырқабатты салат немесе маринадтау үшін әкелген жоқ. Көп жағдайда оны таңғыш жасауда пайдаланады. Тіпті дәрігерлер оны ұсынудан бас тартпайды. Не үшін екенін сәлден кейін білетін боласыз. Ал біз сіздерге көптеген ауруларды дәрі-дәрмекке қарағанда қырқабат жапырақтары мен біз сізге оны қалай тез және қауіпсіз жолдармен жылдам емдеуге болатынын үйретеміз. Енді сіздермен дәрі-дәрмексіз бастың ауруын қалай басатынын сөйлесетін боламыз. Бұл өте қарапайым процесс. Қырқабат жапырақтарын үстіңгі маңдайға басыңыз. Жалпы ол ауырып тұрған бөлікке басылады. Мүмкін болса қырқабат жапырақтарын жабысып тұратындай етіп бинтпен немесе орамалмен байлап қойыңыз. Қырқабат байламы жөтелгенде жақсы көмектеседі. Алдымен бір үлкен қырқабат жапырағын немесе кішілеу бірнеше жапырақтарын алып, жылы суда жуып алынады. Сосын қырқабат жапырақтарын орамалмен немесе майлықпен сүртіп кептіріңіз. Жапырақтарды қайнаған суға бірнеше секунд салып алып, үстіне бал жағып, сосын бал жағылған бетін тамағыңызға немесе беліңізге, көкірегіңізге қойып жылылау нәрсемен орап қойыңыз. Бұл компрессті кешке жасаған дұрыс. Таңертең оянып, өзіңізде таң қаласыз. Балдың ізі де қалмайды. Барлық пайдалы заттар тері арқылы сорылып жөтелді жеңілдетеді және қақырық шығуына көмектеседі. Қырқабат байламымен 4-5 күн жұмыс істейтін болсаңыз, жөтелден мүлдем құтыласыз. Бұл әдісті пайдалану сатыды талап етеді. Әсіресе, егер сіз оны балаларды емдеу үшін қолданатын болсаңыз, онда сіз науқастың аллергиясы жоқ екеніне көз жеткізуіңіз керек. Өйткені бал күшті аллерген болып табылады. Балалардағы жөтелді емдеу қырқабат компресстері мен сүзбе компресстерін қолдануға кеңес береміз. Бұнда сіз ылғалдылығы жоғары болмаған сүзбені немесе оны фермаларда өндірілген құрғақ сүзбені алып, бірдей тегістеп дәкеге жағыңыз. Компрессті тамаққа қойып, пленкамен орап, жылылау болу үшін орамалмен орап қоюыңыз керек болады. Ұзақ уақыт емделетін науқастардың денесіне ине тесілген жерлерінде көгерулер, ісінулер пайда болады және қозғалғанда ауырады. Сондай-ақ ыңғайсыздықтар тудырады. Ал не істеу керек? Қырқабат жапырағын жуып, ауырған нүктелерге басу керек. Бұл әдісті басқаша қолдануға да болады. Ол үшін қырқабаттың шырынын сығып, емдік дәкеге немесе қарапайым дәкеге сіңіріледі. Ауырып жатқан жерге орайсыз. Келесі күннің өзінде аурулар басылады. Әйелдерге арналған қырқабаттан жасалған мастопатияны емдеуде пайдаланады. Бұл ауруды көп әйелдер уайымдайды және бұл аурудан құтылу үшін қырқабат барлығымыздың үйімізден табылады. Оның үшін қырқабат жапырағын жұлып алып, жуылады. Оны сәл жұмсату керек. Сосын көкірегіңізге басыңыз. Бұл ауруда да тамақ ауру сияқты балды қырқабатқа жағып қолдануға болады. Сонымен қатар, қырқабат жапырағын сары маймен жұқалап жағып, аздап тұз сеуіп, көкірегіңізге күніне 3 рет қойылса, жақсы нәтиже береді. Айтылғандардың көмегімен мастопатияның емдеуде немесе оның алдын алуда қолдануға болады. Емізулі әйелдерді қинайтын тағы бір мәселе лактозтаз. Көкірек сүтінің қатып қалуы, яғни сүт бездерінің улануын тудыратын емшек сүтінің қатып қалуы.
Бұл жағдайда қырыққабаттың ішкі, яғни жұмсақтау, жасылдау жапырақтарын пайдалануған жөн. Алдымен қырыққабат жапырағын жақсылап жуыңыз, сосын шырыны шығатындай етіп мыжып алыңыз және ауырып тұрған нүктелерге басыңыз. Бұл компрессімізді кішкене басып тұрып, сосын ыстықтау болу үшін байлап қойыңыз. Сондай-ақ жақсы нәтиже беру үшін қосымша ретінде қырыққабатқа бал жағып алуға да болады. Еркектер үшін қырыққабат подагра ауруында көп көмекші бола алады. Осында қырыққабат ауыратын буындарға басылады және орап шұлық киіледі. Бұл әдісті түнде ұйықтар алдында істеп жатсаңыз, сіздің әрекетіңізге кедергі жасамайды. Байламды 7-8 рет жасасаңыз, аурудан толығымен арыласыз. Бұл көкөніс ерте заманнан бері буындарды емдеуде қолданылған. Әдіс шынымен тиімді және жақсы нәтиже береді. Кем дегенде 1 сағат ұстап тұру керек. Қырыққабат шырыны қан айналуын жақсартады, аурулардың алдын алады, қабынуларды жояды. Сондай-ақ тізе ауруларында, артерозияда да қырыққабат ең тиімді әдіс. Бұл үшін тазаланған қырыққабат жапырақтарын жұмсатып, тізеңізге немесе ауырып тұрған жерге жағып пленкамен көмегімен орайсыз. Байламды жылы ұстау көмегінде 1 сағат ұстау қажет, немесе нәтиже тез сезілу үшін кешкісін істегеніңіз дұрыс. Буындарды емдеудің тағы бір әдісін қолдануға болады. Ол үшін сізге 1 ас қасық бал, 1 ас қасық қыш ұнтағы, 3 ас қасық камфор майы қажет. Бұл қоспаны кептірілген қырыққабат жапырағына жағып шығың және ауырып тұрған буынға басыңыз. 4 сағат орап жүріңіз. Біз қырыққабаттың тағы бір құпиялық емін ашамыз. Бізге 2 ұсақталған аспирин таблеткасы қажет. Оны 1 ас қасық балмен араластырыңыз. Дайын қоспаны жарақаттанған дене бөлігіне жағылады. Үстіне жұмсатып алынған қырыққабат жапырағын орап қоясыз және жылы ұстау үшін орамалмен немесе шарфпен орайсыз. Қырыққабаттан дайындалған компресстер ойыңыздағыдай болу үшін химиялық қоспасыз, мүмкіндігінше экологиялық таза өсірілген қырыққабатты пайдаланған дұрыс. Қырыққабат қолжетімді, тиімді және қарапайым құрал. Дәріханаға барар алдында уақыт тексерілген қарапайым және қолжетімді қырыққабат компрессін қолданып көріңіз. Егер сіз осы видео ұнаған болса, егер сіз өзіңізге пайдалы кеңестер немесе ұсыныстар алсаңыз, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Өзіңізді күтіңіз және денсаулығыңызға мән беріңіз. Ауырмаңыздар.